Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Анаргүл каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен балалық шағымыздың балғын дәмі лакомканың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт ауызға салса еритін өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шыққан әрбір видеоны бірінші болып қарайтын боласыз. Ең алдымен 53-тен өткен ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырып, крошка дайындап аламыз. Содан соң жылы сүтіміздің үстіне қант саламыз, және де жұмыртқаны саламыз. Ашытқымызды, яғни дрожжымызды саламыз, және де бір ас қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Менің тұз салған жерім видеоға түспей қалыпты, өкінішке орай. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы ұнның үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Алдымен мен осылай қасықпен араластырып алдым. Содан соң қолымен жұмсақ, қолға жабысатын қамыр илейміз. Ұнды мөлшерден артық қоспауға тырысыңыздар, өзі осындай қолға жабысатын қамыр шығады. Барлық заттың мөлшерін описанияға жазып қалдырамын. Және де сұйық майымызды құйып, тағы да бір қайтарып жақсылап илеп жіберіп, қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше 1 сағатқа қойып қоямыз. Арадан 1 сағат уақыт өткеннен соң біздің қамырымыз осылай өте керемет болып көтеріледі. Ешқандай да ұн пайдаланбаймыз. Сұйық май жаңа соңында жаққандықтан, сол сұйық майдың көмегімен қамырымыз жабыспайды. Қамырымызды 70 грамнан барлығын бөліп дайындап аламыз. Тара жоқ болса, көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Барлығын бөліп алғаннан соң дөңгелек формаға келтіріп, қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырды дөңгелек етіп жайып алғаннан соң, дәл видеодағыдай 2 бүктеп, бірден формамызға орналастыра береміз. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші рет қайта көрсетейін. Дөңгелек етіп жайып аламыз да, қамырымызды осылай 2 бүктеп, үстіндегісін кішкене артқа қарай орналастырыңыздар. Сол кезде лакомканың формасы өте әдемі болады. Дайын болған лакомкаларыңыздың бетін 10 минутқа жауып қоямыз. 10 минуттан соң қамыр өте керемет болып көтеріледі. Содан соң жұмыртқаның сарыуызын жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Сол арада кремін дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды миксердің ең қатты жылдамдығында шамамен 1-2 минут шамасында жақсылап көлемі 2-3 есе ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Содан соң салқын сгущенкамызды салып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің лакомканың арасына салатын креміміз дайын. Лакомкаларымыз осылай әдемі болып қызарып пісіп шығады. Міндетті түрде толықтай суытамыз. Толықтай суығаннан соң лакомканың арасын осылай ашып, жаңағы дайындап алған кремімізді салып, барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Және де жан-жағына, шетіне де жағуды ұмытпаңыздар. Содан соң алдын ала ұсақтап алған арахиске лакомкаларымыздың шетін осылай тигізіп, жабыстырып шығамыз. Яғни шеті осылай әдемі болып тұру үшін, сіздерге түсінікті болу үшін екінші рет қайтадан көрсетейін. Мінекей достар, осымен біздің өте дәмді, өте жұмсақ, ауызға салса еритін, бір жасағаннан керемет болып шығатын лакомкаларымыз дайын. Сіздерге дәл осы менің рецептіммен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шын мәнінде де өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Назар қойып рецептімнің соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаған болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.